Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге мерекеге арналған ақшақар және де мандарин салатын дайындап көрсетемін. Бұл екі салат дастарханның көркін беріп, өте әдемі үйлеседі. Ең алдымен ақшақар салатын дайындаймыз. Ол үшін черри қызанағын алып, екіге бөліп, ыдысқа саламыз. Қиярды видеода көрсетілгендей 4 бұрыш қылып турап шығамыз. Оны да ыдысқа саламыз. Одан соң ысталған тауық етін алып, менде дайын тауық еті, бірақ сіздер тауықтың төс етін алып, пеште пісіріп алсаңыздар да болады, немесе дайын түрде дүкеннен сатып алсаңыздар болады. Оны да осылай жұқалап тураймыз, және де жаңағы ыдысымызға саламыз. Жұмыртқаны екіге бөліп, оны тағы да бірнеше бөліктерге турап шығамыз. Сондай-ақ осы жұмыртқадан соң сулугуни ірімшігін де алып, оны 4 бұрыштап турап саласыздар. Ол кадрға түспей қалыпты. Одан соң дәміне қарай майонез саламыз, және де тұз салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Осы салатты әдемі тарелкемізге тау секілді бірін үстін біріне салып орналастырамыз. Чечеу ірімшігін алып, осылай бөліп аламыз, және де әрбір талшығын жіңішке қылып бөліп шығамыз. Қазір біз осы ақшақар салатын әдемі қылып, осы ірімшікпен әсемдейміз. Видеода көрсетілгендей өте жұқа қылып, әрбір талшықты осылай бөліп шығыңыздар. Одан соң барлығын алып, осылай әдемі қылып орналастырамыз. Қараңыздар, салатымыз қандай әдемі көрікті болып шықты. Бізде ақшақар салаты дайын. Енді келесі салатты жасауға кірісеміз. Мандарин салатын жасаймыз. Ол үшін бізге осындай аскөктің жапырақтары керек. Менде әртүрлі аскөк, бұл жерде шпинат та бар, руккола да бар. Өзіңіздің қалаған аскөкті аласыз. Және де мандаринді тазалаймыз. Осы аскөктің үстіне бір-бірден орналастырамыз. Қиярды көбіктап турап шығамыз. Одан соң кішкентай моцарелла ірімшігін алып, оны екіге бөліп салсаңыздар болады, немесе тұтастай салсаңыздар болады. Моцарелла ірімшігінің кішкентай түрін алсаңыздар болады, яғни мини моцарелла. Авокадоны алып, ортасынан бөліп, осылай жарты дөңгелектерге турап шығамыз, және де салатымызға әдемі етіп орналастырамыз. Ал енді салаттың үстіне зәйтүн майын құямыз. Және де грек жаңғақтарын әдемі қылып орналастырамыз. Дәміне қарай тұз салсаңыздар болады. Бұл салатты біз араластырмаймыз, тек жиырдың алдында ғана араластырсаңыздар болады. Осылай салатымыз әдемі болып шығады. Мінеке достар, біздің екі салатымыз да дайын. Ақшақар салаты мінеке осындай болып шықты. Және пайдалы мандарин салаты. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.